Барлықтарыңызға сәлем, видео рецептер арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жұп-жұмсақ, үлпілдеп тұратын, барлығымыз жақсы көретін, сүйіп жейтін пахлава рецептімен бөлісетін боламын. Көп қыз-келіншектерде осы пахлава қамыр қатты болып қалады немесе іші сухой болып қалады, ал бүгінгі рецепт сіздер үшін арналады. Өте оңай дайындалады. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Және де видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, алда болатын пайдалы рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Сары жұмыртқалардың үстіне қантымыздың жарты бөлігін салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып, миксерлеп алатын боламыз. Қантымыздың қалған бөлігін салып, жұмыртқа ағарып, қантымыз аздап ерігенге дейін миксерлеуді жалғастырамыз. Мінекей осылай қантымыз аздап еріп, жұмыртқамыз ағарғаннан кейін шетіндегілерін осылай тегістеп алып, ыдысымызға өлшеніп алған сметанамызды саламыз. Үстінен бір ас қасықта разрыхлитель немесе ас содасын салып араластырып, жұмыртқамыздың үстіне салатын боламыз. Үстінен өлшеніп алған маргаринімізді ерітіп құйып аламыз. Барлығын біркелкі массаға келтіріп араластырып аламыз. Ситаның көмегімен ұнды аз-аздан салып араластырып алатын боламыз. Қалған ұнды да осылай салып, қолымыздың көмегімен араластырып, қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей осылай барлығын араластырып болғаннан кейін қамырды 3 бөлікке бөлеміз. Және де ішіндегі начинкасын дайындағанға дейін салфанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Ішіндегі начинкасы үшін бізге жұмыртқаның ағы, шым-шым тұз саламыз үстіне. Миксердің ең төменгі жылдамдығында осылай миксерлеп аламыз. Аздап миксерлеп алғаннан кейін, 1-2 минут шамасында миксерлеп алғанымыздан кейін үстіне қантымыздың аз ғана бөлігін салып миксерлеуді жалғастырамыз. Осылай қантты аз-аздан 3-4-ке бөліп салып миксерлеп аласыздар. Мінекей осылай қантымыз ерігенге дейін миксерлеп алғаннан кейін үстіне өлшеніп алған жаңғағымызды майдалап аламыз. Үстінен салып, мейізімізді саламыз. Және де 2 ас қасықта миодымызды ерітіп, осылай сұйық күйінде салып
барлығын араластырып біркелкі массаға келтіріп аламыз. Қамырларымызды осылай холодильниктен алып, пергамент қағазға қойып, үстінен тағы да бір пергаментті қойып, қамырларды осылай жайып аламыз. Ыңғайлы болады, осылай жайсаңыздар. Тез жайылады және де. Осылай барлығын жайып аласыздар. Және де формамызға астыңғы бөлігін саламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай квадратный немесе думалақ формаға салсаңыздар болады. Мен мұнда думалақ форманы пайдаландым. Осылай салғаннан кейін шетіндегі бортиктарын қолдарыңыздың көмегімен тегістеп аласыздар. Екінші қамырды да осылай жайып дайындап аласыздар. Жаңағы дайындап алған начинкамызды жарты бөлігін осылай ең төменгі бөлігіне салып шығатын боламыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін барлық жағына теңдей етіп жабып шығамыз. Үстінен жаңағы жайып алған екінші қамырымызды осылай төсеп шығатын боламыз. Начинкамыздың қалған бөлігінде осылай үстіне салып аламыз. Және де қалған үшінші қамырымызды да жайып, жоғарғы бөлігіне жайып шығамыз. Шеттерін осылай пышақтың немесе қолдың көмегімен тегістеп аласыздар. Және де жұмыртқаның сарысын бетіне біркелкі етіп жағып аласыздар. Мен мұнда әдемілік үшін кунжут пайдаландым шетіне. Сіздер өз қалауларыңызға қарай пайдалансаңыздар да, пайдаланбасаңыздар да болады, ол міндетті түрде емес. Сосын осылай пышақтың көмегімен сызып шығамыз. Мен мұнда тесіп шықпаймын, себебі ішіндегі начинкасы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты кесіп шықпаймын, жай ғана сызып алатын боламын. Мінекей осылай. Формалар келтіріп аламын. Және де үстіне жаңғақтарымызды қойып шығатын боламыз. Және алдын ала қызып тұрған пеште 160-150 градустарда 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Ол енді өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты.